Thermoset Nordic деп аталады. 170 жылқының күші бар. Nordic XP деген редуктор 340 жылқының күші бар. AT13 редукторы 374 жылқының күші бар. Бұл редукторды әбден салуға болады. Ақылдасу міндетті, еш қиналмай, еш іркілмей жүргіңіз келсе. Машинаға қатты күш түскен кезде машинаның жүрісін еш өзгертпей, яғни циркуляция болып айтқанда өте аз. Ар жағында запас болу керек. Бара-бара газдың иісі шығып, дұрыс подача болмағандықтан машина іркіп, айтқанда қор боласыз. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздермен Ұста Автогаз. Достар, бүгін біз сіздермен бүгінгі түсірілімде КБО 4-ші поколениеге арналған редукторлар туралы айтатын боламыз. Біздің алдымызда итальяндық Thermoset фирмасының редукторлары, яғни біздің көп қолданатын және бізде көп тараған редукторлардың түрлері. Ол жерде 4 цилиндрге, 6 цилиндрге және 8 цилиндрге арналған редукторлар жинақтырылған. Редуктор дегеніміз не десек, редуктор бұл газды, яғни сұйық газды табиғи күйден, сұйық күйден бу күйге айналдырып, соны форсункіге кез келген жағдайда, жоғарғы обороттарда, төменгі обороттарда форсункіге дейін бір қалыпты газдың давлениесін, газдың қысымын бір қалыпты жеткізуге арналған бұл мақсаты. Редуктор неден тұрады? Редуктор бірінші газ кіретін түтікшеден тұрады, және газ шығатын түтікшеден. Фильтр болады, оның әрбір 10 000 сайын ауыстырылады. Электромагнитный клапанына болады, газда яғни ашып, редукторға кіргізіп арға жіберу үшін электромагнитный клапан. Және де оған антифриз кіретін және де шығатын екі коленосы болады. Бұл жерде қайсысы вход, выход деген жоқ. Мынадан кірсе де, мынадан екеуіне қайсысына салғыңыз келеді, өз еркіңіз, ешқандай ережесі жоқ. Және де ауа соратын түтікшесі болады. Ауа соратын түтікшесі газдың мембранасын, коллекторға қанша ауа сорды, соған байланысты мембранасын ашып, газды аз беру керек па, көп беру керек па, осы арқылы бұл редуктор сол газдың қысымын басқарып отырады. Бұл қазіргі редуктор Thermoset Nordic деп аталады. 125 киловаттқа арналған, немесе 170 жылқының күші бар машинаңызға салуға болады. Бұл редукторды ГБО 4-ші поколение орнатқан кезде көліктеріңізге әрбір ұстаханада ұсталармен ақылдасу міндетті. Себебі бұл көліктің қозғалтқышының күшінен 20-30 киловатт артық болған жақсы, бұл артық болған жақсырақ. Себебі егер де сіздің көлігіңіздің қозғалтқышының күші 100 киловатт болса, бұл редукторды әбден салуға болады. Себебі бұның күші 25 киловатт, ар жағына, яғни 25 киловатт артығымен. Бұл неге десеңіз, жоғарғы обороттарда машинаға қатты күш түскен кезде бұл редуктор қиналмай бір қалыпты давлениемен форсункаларды қамтамасыз етіп отыру үшін артық киловатт, артық 20-30 киловатт артық редукторды сіздің машинаңыздан қарағанда салған жақсы болады. Еш қиналмай, еш іркілмей жүргіңіз келсе. Бұл редуктор енді 3 бөліктен тұрады. Бірінші, бұл жерде ауа кіреді. Бана айтқанымыздай, ауа сору арқылы мембрана ашық отырады. Екінші, газдың шығатын түтікшесі болады. Бұда газ, спираль арқылы газ кіріп, бұл антифриз арқылы бұл редуктор қатты қыздырамыз ғой. Сол қыздырған кезде бұл газ сұйық күйден бу күйге айналып, яғни қысымы артып бу күйде болғандықтан неге беріп отыр? Форсункаға беріліп отырады. Үшінші бөлігі антифриз. Бұл редукторларды жалғаудың ең көп таралған 3 әдісі бар. Біріншісі, бұны міндетті түрде антифризға жалғаймыз. Егер оған жалғамасақ, бұл газ жүрмейді. Бірінші әдісі 2 тройник арқылы пешке баратын және шығатын шлангілерге жалғаймыз. Бұл ең көп тараған әдісі деп айтсақ болады. Бұл мен редуктор жақсы қызады, және жақсы жұмыс жасайды. Екінші әдісі көбінесе Қазақстанның солтүстік жақтарында және кейбір суық жақтарда бұны пештен шығатын, яғни обраткаға жалғаған жақсы. Обратканы екіге бөліп, бір жағын мына коленоға, екінші жағын мына коленоға жалғаймыз. Сол кезде сіздің көлігіңіздің пештің жылы үруі еш өзгермейді, және бұл редукторда жақсы қызып, редуктордың жұмысына кедергі болмай, машинаңыз газбен жақсы жұмыс жасайды. Ал егер де басқаша жалға қоятын болсаңыз, сіз газды қойғанмен үнемдей алмай, сізге газ, яғни айтқанда қор боласыз. Үшінші түрі дросельный заслонкаға жалғанады. Дросельный заслонкаға оның өзінің шлангысының диаметрі 10 болғандықтан, ал мына жерге 16, диаметр 16, анан кішкентай шланга шығып, бұны редукторды антифриз кішкентай шыққандықтан редукторды қатты қыздыра алмайды.
сол қыздыра алмағандықтан редуктор қатты қызбай, газ сұйық күйінен қалып, яғни бұл күйге қатты көп айналмай дұрыс подача болмағандықтан машина іркіп, немесе тағы басқа проблемалар болып, машина дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін. Біз дұрыс заслонкаға өзіміз салмаймыз, және де салғандарды құптамаймыз. Дұрыс заслонка көбінесе бітеу болып жатады, немесе ода ондай қатты ыстықта болмайды, шлангасында да. Яғни циркуляция болып айтқанда өте аз. Бұл Tomasetta Nordic деп 4 цилиндрға арналған, бұл қысқаша айтқанда 4 цилиндрге арналған редуктор. Екінші редукторымыз бұл Tomasetta фирмасының итальяндық Nordic XP деген редуктор. Бұл көбінесе 6 цилиндрге арналған, 6 цилиндрге бұда 250 киловатт күш бар, немесе 340 жылқының күші бар. Бұл да дәл солай. 250 киловатт болғанның күннің өзінде бұған 230, 220, 230-ға дейінгі қозғалтқышының күші бар көліктерге салынады. Себебі аржағында запас болу керек. Машина қатты қиналған кездерде газ бір қалыпты қысымы болу үшін. Бұл да дәл сол. Фильтрі бар, электромагнит клапан, газ кіретін түтікше, шығатын түтікше. Және бұл жерде айтылмаған кеткен нәрсе, бекітетін нәрсесі бар. Бұл бекітіледі. Көлігіңізде бұл бекітілу керек, тек қана кузовқа ғана бекітіледі. Моторға, коробкаға, және де болашақта газовиктардың өздеріне, немесе мотористтар және де тағы басқа көлікті қызмет көрсететін басқа жігіттерге еш кедергі келтірмейтін жерге қойылады. Және де бұл өте қатты бекітілу керек, қозғалмайтын жерде, яғни кузовқа қатты бекітілгені дұрыс болады. Ал егер қозғалатын жерге бекітілетін болса, бұнда газдың кірген магистраль, газовый, сол қайта қозғалып, бара-бара газдың есі шығып, тіпті газдың шығуына да апаруы мүмкін. Сондықтан бұның ең алғашқы шарты бұл қатты жерге бекітілуі керек. Және де ешкімге кедергі жасалмайтындай барынша. Бұл да дәл солай, мына жерде ауасы болады, газ айналатын спираль, және де антифриз кіріп шығатын жері болады, редуктор қатты қыздыру үшін. Үшінші редукторымыз дәл сол итальянда Tomasetta фирмасының AT13 редукторы. Бұл да 275 киловатт күші бар көлікке арналған, немесе 374 жылқының күші бар. Достар, бізде мына Nordic-та 125 киловатт, Nordic XP-да 250 киловатт, ал бұл қолымдағы Tomasetta AT13 редукторында 275 киловатт күші бар машина арналған деп айтып жатырмыз ғой. Егер де сіз антифриз бұған кіргізбесеңіз, яғни антифриз тоқтай бұда циркулировать етпесе ішінде, бұл айтқандардың еш қайсысына да бұл бармайды, бұл редукторлар. Тіпті мына 275 киловаттқа арналған редуктордың өзін 4 цилиндрді, яғни 100 киловатты бар машинаға салсаңыз, яғни бұнда антифриз дұрыс ішінде айналмаса, бұны қыздырмаса, бұның ешқандай пайдасы жоқ бұл редуктордың. Бұған бірінші кезекте, яғни антифриз молынан кіріп, қатты ішінде ауа ішінен қалмай, дұрысынан қызу керек. Бұл дұрыс қатты қызған кезде қана бұл жақсы сізге қызмет етеді. Бұның өзгешелігі, бұл 8 цилиндр және күші көп машиналарға арналғандықтан, бұда газдың подачасы екеу, яғни екі жақтан шығады. Яғни екі жақтан шығып, екі форсункаға барып, машинада кез келген режимде машинаның жүрісін еш өзгертпей, бір қалыпты қысыммен қамтамасыз етіледі. Бұл да дәл сол. Фильтрі бар, екі коленосы бар антифриз кіретін, және де бұл жерде айтылмаған нәрсе, температурный датчик тұрады, редуктордың температурный датчик. Осыған байланысты көлік таңертең оталдырғанда сізге бензиннен газге ауысады. Достар, бүгінге осы, егер де сізге айтылған ақпаратты пайдалы деп тапсаңыз, біздің каналымызға жазылыңыздар, комментарийға сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыздан жіберсеңіздер болады. Қазақша контентте алғаш беріп жатқан ақпараттарды барлығы біліп жүрсін. Назар бөлгендеріңізге көп рахмет. Аман сау болыңыздар.